Жұмбақ жағдайда жоғалған имам. Біздің тағдырымыздағы болған жағдайларға біз кез келгеніне сабыр ете білуіміз керек. Қиыншылыққа Қанша уақыттан бері күйеуіңізден хат хабар жоқ? Соңғы рет декабрьдің 6-сы күні 3-те сетке шықты. Түркияға қандай жұмыс істеуге кеткен екен? Күніне 200 сөз аударам деді. Аудармашы. Аудармашы ағылшын тілін жақсы меңгерген, түрік тілін жақсы меңгерген. Таңғы сағат 4-те жолдасыңыз жіберген видео ғой. Иә, ол жақтың 4-мен. Мен мыналарды көріп қорықтым. Мына сөздерді жазып отырмын, өкіріп жылап отырмын, жаныма сабырлық берші деді. Елге қайтам деді. Елге қайтамын деді? Ақша жібердіңіз, неге елге қайтпады? Әлде бір келіншекпен кетіп қалуы мүмкін бе сонда? Мен Нұржаннан сұрадым, Нұржан, мына нәрсе, не нәрсе, артыңнан өмір сен сөз ермеген, мынау не болып тұрып жатыр мыналар деп едім. Айсұлу, сен маған сен дедім. Көреміз бүгін 19:00-де.